Сәлем, бұл жолы сіздерге Jurassic Park киносы туралы қызықты деректер айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, өз бағаңызды бере кетіңіз. Бұл франчайзінің алғашқы киносы 1993-1997 2001 жылы экранға шығып, кино бойынша адамдар динозаврлардан қашып жүріп кино аяқталатын болса, үшінші киносында динозаврлар мен адамдар бірге өмір сүргенмен аяқталады. Ал төртінші киносынан бастап алғашқы үш кинодан бөлек болып кетеді. Алғашқы үш кино бір-біріне тығыз байланысты емес болса да, 2015 жылғы киносы алғашқы кинодан негіз бастау алады. Бұл франчайзінің алғашқы туындысын жасауды Стивен Спилберг ой салған, және де киноны Кинг-Конгтан ой алған деседі. Ес білмейтін бір аралда алып жануарлар шығып келетінен бастап Кинг-Конгқа ұқсас келеді. Киноға басты рөл сомдаған Джефф Голдблум кино түсірілім кезінде бұл кино Кинг-Конг емес пе деп таңғалған деседі. Алғашқы киносы 127 минут жалғасады. 127 минуттың 15 минутында тек қана динозаврлар түбі көрсетеді. Оның 6 минутын графиктің көмегімен, 9 минутын аниматроник қоршағымен түсірген. Динозаврлардың барлық денесіменен түсетін сценадары график көмегі болса, басы ғана түсетін сценалары аниматроникспен түсірілген. Аниматроникс дегеніміз алыстан басқарылатын робот динозавр деген сөз. Салмағы 5 тоннаға дейін шығады. Jurassic Park франчайзінің ең бесті деп саналатын сцена ас үйге кішкене динозаврлардың кіріп келуі. Бұл сценаны көрермендерге қорқынышты кино көріп отыр деген ой тудыратын сцена десе болады. Ал бұл динозаврлар график емес еді. Қоршақ киген актерлар еді. Ішіндегі актерларға бұл киімді киіп арлы-бері жүруді тапсырмаған. Денесін қозғалту, аузын ашып жабу, көзін ашып жабу міндеті жүктелген. Сол себепті көрермендерге кино сцена қалай болғанын көрсету ойменен актерларға динозавр киімін кигізіп, кішігірім шоу көрсеткен. Динозаврларды өте көп зерттеп, қай уақытта қандай түсті болғанын зерттей алғанменен динозавр дауысы дәл қандай екенін білмейтіндіктен, кино жасаушылар T-Rexтің дауысын, ит, пингвин, қолтырауын, барыс, піл жануарларының дауысының қосындысынан, ал бұл кіти динозаврлар дауысын дельфин, қаз дауысынан бейнеленген. Jurassic Park франчайзінің алғашқы киносы $63 миллион қаржы жұмсап $1 миллиард тапқан. Ал олай болса 16 есе пайда көре білген. Стивен Спилбергтің досы Люкас бұл кинодан мотивейшн алып, Star Wars франчайзына компьютер график көп пайдаланған. Соңғы киноларда график дизайн пайдалану көбейсе де, бұл фильмде динозаврлардың аяғы, сүйегі, бұлшық еттерінің қозғалысын шын өмірдегі зерттеулерден негіз алып жасаған. Қозғалыстарын актерларға motion capture кигізіп бейнеленген. Негізгі киноларда жоқ динозаврларды бар көзбен көріп тұрғандай болып ойнау өте қиынға түскен. Және сол қиыншылықты жеңе білу үшін киноның кей жерлерінде аниматроникс қоршағын қолданған. Франчайзінің соңғы туындыларында алғашқы фильмдердегі сценаларды қайтадан өңдеп шығарған сценалар көптеп кездеседі. Және де киноның бренд белгілерін көре аламыз. Алғашқы кинодағы бұл бала мына бір келбетті жігітке айналған. Актер Крис Прейт кино сурет алымында өзінің қандай дәрежеде мотоцикл міне алатынын көрсете білген. Және де кино режиссер оған киноға пайдаланған мотоциклді Крис Прейтке сыйлаған деседі. Ал Клэри рөліндегі актриса Брайс Даллас Говард кино түсірілімінде бастан аяқ 15 сантиметрлік биік өкше менен түскен. Соңына қарата биік өкшелі аяқ киімге үйренген. Ол тіпті спортшыларша жүгіре білген.